Ауылдың үстін қою қараңғылық басқан еді. Жаздың соңғы айы болса да, түнгі ауа салқын тартып, керезе сыртындағы жапырақтар сыбдырлап тұрды. Алайда Қайраттың миінде әлдебір түсініксіз тыныштық орнаған. 52 жастағы Қайрат керезе алдында үнсіз тұрды. 29 жыл бірге өмір сүрген әйелі Күләш дәл сол сәтте ас үйде шай дайындап жатқан. Екеуінің 3 баласы бар еді. Үлкен қызы тұрмыста, ұлы қалада жұмыс істейтін. Кенже қызы университетте оқитын. Күләш күйеуінің қабағынан соңғы кездері бір нәрсенің өзгергенін сезетін. «Шай дайын болды», деді ол жай ғана. Қайрат бұрылмады. «Ішкім келмейді». Күләш үнсіз қалды. Бұрын күйеуінің көңілін бір ауыз сөзінен ақ түсінетін, ал қазір Қайраттың жан дүниесіне жақындау мүмкін емес еді. Сол түні ол күтпеген сөз айтты. «Күләш, мен екінші әйел алсам, не істейсің?» Қолындағы кесесі дір ете қалды. «Не дедің?» «Естідің». Күләш біраз уақыт үнсіз отырды. «Балаларыңыздың анасы болып, 29 жыл қасында жүрген мен саған енді жетпей қалдым ба?» Қайрат ауыр күрсінді. «Ол қыз мені түсінеді». Осы сөз Күләштің жүрегін пышақтай тіліп өткендей болды. «Қыз?» 28 жаста. Күләш көзін төмен салды. Оның өзінен 24 жас кіші әйел екенін түсінгенде, ішіндегі соңғы үмітте сөніп кеткендей болды. «Сен оған не бере аласың?» деді ол дірілдеген дауыспен. «Жастық па, байлық па, әлде менің 29 жыл бойы көтерген жүкінді ұмытып, жаңа өмір бастау оңай деп ойлайсың ба?» Қайрат жауап бермеді. Арада бірнеше күн өткенде, ол әлгі әйелмен некесін қиды. Күләш ешкімге жылағанын көрсетпеді. Ол балаларын шақырып: «Әкелеріңді жек көрмеңдер. Әркім өз таңдауының жауапкершілігін өзі көтереді», деді. Бірақ сол түні жай намазын төсеп ұзақ отырды. «Я Алла, жүрегіндегі өкпені өзің ал. Мен көтере алмайтын сынақ берме. Барының қадірін білмей, жоқтың соңынан жүгіргендердің бірі болудан сақта». Ол сол түні бір нәрсені түсінді. Адам кейде өзіне тиесілі нәрсенің қадірін тек одан айырылғанда сезінеді. Ал Қайрат мұны әлі түсінбеген еді. Жаңа әйелінің аты Айсұлу еді. Жас, көрікті, қалада өскен, еркін сөйлейтін. Алғашқы айларда Қайрат өзін қайта жасарып кеткендей сезінді. Айсұлу оны мақтайтын, жаңа киім алып беруге үгіттейтін, қонаққа жиі шығуға шақыратын. Қайрат бұрынғы үйін сирек ойлай бастады. Күләш болса, балалармен бірге өзінің тіршілігін жалғастырды. Бірақ бір күні Қайраттың үлкен ұлы Нұрлан әкесіне келді. «Әке, сіз анамды жалғыз қалдырдыңыз». «Ол жалғыз емес, балалары бар. Біз сіздің балаларыңызбыз, ал сіз оның өмірін ұмыттыңыз». Қайрат ашуланды. «Менің де бақытты болуға құқым бар». Нұрлан үндемей қалды. «Әрине әке, бірақ бақыт үшін біреудің жүрегін таптау міндетті емес». Бұл сөз Қайратқа ауыр тиді. Сол арада Айсұлудың мінезде өзгере бастады. Бұрын ұсақ түйекке күлетін әйел енді: «Мына үйді жөндетіңіз, жаңа көлік алыңыз, қалаға көшейік, маған мына зат керек» деп жиі талап қоятын болды. Қайраттың шығыны көбейді. Ол бұрынғыдай еркін өмір сүре алмай қалды. Бір күні Айсұлу: «Мен сізге тұрмысқа шыққанда кедейлену үшін шыққан жоқпын» деді. Қайрат оған қарап тұрып қалды. Өзінен 24 жас кіші әйелді алып, өмірі жақсарады деп ойлаған. Ал шын мәнінде жүрегіндегі тыныштықты жоғалта бастаған еді. Күләш болса ештеңе сұрамады. Тек кейде кешкісін терезе алдына отырып, бұрынғы жылдарын еске алатын. Күйеуінің алғашқы еңбек ақысын үйіне әкелген күні, балаларының дүниеге келген сәттері, қиын жылдары екеуінің бір бөлке нанды бөліп жеген кездері. Осының бәрі енді Қайрат үшін алыста қалған естелік еді. Қыс түскен. Қайрат жұмыстан кеш қайтып келе жатқан. Жол тайғақ еді. Телефоны шырылдады. Айсұлу еді. «Қайдасың?» «Жолдамын. Үйге келгенде сөйлесеміз. Мен саған маңызды нәрсе айтамын». «Не болды?» «Үйге кел». Қайрат жылдамдығын арттырды. Сол сәтте қарсы алдынан жарық ете қалды. Бірнеше секундтан кейін қатты соққы болды. Көлік жол жиегіне аударылып түсті. Қайрат есін жоғалтты. Оянғанда ауруханада жатты. Қасында дәрігерлер жүр. «Сізге бірнеше ота қажет» деді дәрігер. Қайрат көзін жұмды. Телефонын сұрады. Айсұлуға қоңырау шалынды. Жауап болмады. Тағы бір рет. Тағы.
Үнсіздік. Ал ауруханаға бірінші боп жеткен адам Күләш болды. Ол есіктен кіргенде көзінде жас бар еді. Қайрат оны көріп, не айтарын білмеді. «Балалар хабарласты», деді Күләш. «Қорықпа, біз қасындамыз». «Неге келдің?» Күләш бір сәт үнсіз қалды. «Сен менің 29 жылдық өмірімнің бір бөлігісің. Адамды ренжігені үшін өлім аузында жалғыз қалдырмайды». Қайраттың көзінен жас шықты. Ол алғаш рет өз қателігінің салмағын жүрегімен сезінді. Ал Айсұлу сол күні де келмеді. Қайрат ауруханада бірнеше ай жатты. Операциялар көбейді, жұмыс тоқтады, ақша азайды. Айсұлу болса бір күні «Мен мұндай өмірге дайын емеспін» деді. «Қандай өмірге?» «Ауру адамға күтім жасап отыруға». Қайраттың жүрегі ауырды. «Мен де бұл өмірді жоспарлаған жоқпын. Сен мені тастайсың ба?» «Менің де өмірім бар». Есіктің жабылған дыбысы оның жүрегінде ұзақ жаңғырып тұрды. Бір кездері өзінен 24 жас кіші әйел үшін отбасын екінші орынға қойған еркек енді аурухана төсегінде жалғыз қалды. Бөлме іші тым-тыныш болып кеткендей еді. Ол төбеге қарап «Я Алла» деді. Даусы дірілдеп шықты. «Мен өзіме тиесілі нығметті бағаламадым». Қайрат ауруханаға түскеннен кейінгі алғашқы күндерде уақыттың қалай өтіп жатқанын мүлде сезбеді. Кейде таң атқанын білмей қалатын, кейде түннің ортасында көзін ашып, төбеге ұзақ қарап жататын. Денесі ауырды. Бірақ тәнінің ауырғаннан гөрі жүрегіндегі өкініш одан да қатты қинайтын. Бірнеше күн бұрын ғана ол өзін өмірдің ең бақытты адамы санаған. Өзінен 24 жас кіші Айсұлумен жаңа өмір бастағанына мәз болатын. Бұрынғы әйелінің үнсіздігін әлсіздік деп қабылдаған. Балаларының ренішін өзіне қарсы шыққандық деп түсінген. Ал енді сол адамдардың бәрі оның аурухана төсегінің айналасында жүрген. Күләштен басқа ешкім оған ештеңе міндеттемес еді. Соған қарамастан ол әр таң сайын келетін. Қолында термосы, кішкентай сөмкесі болатын. «Мына сорпаны ішіп ал» дейтін. «Ішкім келмейді». «Аздап болса да іш. Дәрі ішкенде асқазаның бос болмасын». Қайрат кейде оның жүзіне қарай алмайтын. Себебі Күләштің көзінен реніш көргісі келетін, ашуын естігісі келетін. «Саған керек болмаған есіңде ме» деген бір ауыз сөз айтса екен деп күтетін. Бірақ Күләш ондай сөз айтпайтын. Оның сабыры Қайратқа одан сайын ауыр тиетін. Бір күні кешке Күләш терезенің пердесін түзеп жатқанда Қайрат кенет «Неге келіп жүрсің?» деп сұрады. Күләш қолындағы пердені босатып, оған бұрылды. «Балалар келмей қалса, мен келмегенде кім қарайды?» «Балалар қарайды. Балалардың өз жұмысы, өз отбасы бар. Сонда мен саған әлі де маңызды адаммын ба?» Күләш біраз үнсіз тұрды. «Сен менің балаларының әкесісің». Қайрат басын төмен түсірді. Ол басқа жауап күтті. «Сен менің күйеуімсің» деген сөзді естігісі келген. Бірақ ол сөзге енді құқығы жоқ екенін түсінді. Күләш қайтадан сөмкесін жинай бастады. «Ертең тағы келем». «Күләш». Әйел есікке жеткенде тоқтады. «Иә, мен саған көп жамандық жасадым». Күләш бұрылмады. «Өткенді күн сайын қайта қазудың қажеті жоқ». «Ал сен кешірдің бе?» Бұл жолы Күләш баяу бұрылды. «Кешіру мен ұмыту бір нәрсе емес». Қайрат үнсіз қалды. Күләш есіктен шығып кеткен соң, ол бетін алақанымен басты. Сол түні алғаш рет өзінің бұрынғы өмірін толық есіне алды. 29 жыл бұрын Күләш екеуі үйленген кезде Қайраттың қалтасында көп ақша болмаған. Ескі ауылдың шетінде кішкентай ғана үйі бар еді. Қыста пеші дұрыс жылмайтын, төбесінен су ағатын. Екеуі көрпеге оранып отырып бір-біріне «Бір күні үлкен үй саламыз» деп армандайтын. Сол арманына Күләштің де үлесі бар еді. Қайрат таң атпай жұмысқа кетсе, Күләш үйде балаларын бағып, кешке күйеуін күтетін. Олар талай қиындықты бірге өткерді. Бір жылы Қайраттың жұмысы болмай қалды. Үйде ақша жоқ. Балалардың бірі ауырып қалды. Күләш өзінің алтын сырғасын сатып, дәрі-дәрмек алған. Қайрат кейін «Саған жаңа сырға алып берем» деген. Күләш күліп «Баламыздың дені сау болсын, қалған табылады» деген. Сол сөзді Қайрат ұмытып кеткен. Бірақ қазір бәрі есіне түсті. Күләштің сол кездегі жүзі, шаршаған көздері, қолындағы ұсақ жарықтар,
қарапайым көйлегі, және соған қарамастан ешқашан шағымданбағаны. Қайрат көзін жұмды. Мен неге сол кезде бақытты екенімді түсінбедім, деді өзіне. Жауап болмады. 3 апта өткенде дәрігер Қайраттың жағдайын қайта тексерді. Омыртқаңызға түскен зақым ауыр, деді дәрігер. Ұзақ уақыт оңалту қажет болады. Жұмысқа қашан шығамын? Дәрігер оған тура қарады. Қазір жұмыс туралы ойламағаныңыз дұрыс. Қайраттың жүрегі шымете қалды. Өйткені оның барлық жоспары ақшаға байланысты болатын. Айсұлу үшін сатып алған үй, көлік, жөндеу, қаладағы жаңа өмір. Бәрі несиеге алынған еді. Апаттан кейін табыс тоқтаған, ал қарыздар тоқтаған жоқ. Бір күні банк өкілі келіп, төлем мерзімі өтіп кетті, деді. Қайраттың өңі өзгерді. Мен төлеймін. Қашан? Жұмысқа шыққан соң. Дәрігерлер жұмысқа шығуыңызға әзірге рұқсат бермейді. Қайрат үндемеді. Арада тағы бір апта өтті. Қайраттың ауруханадағы шығыны көбейді. Балалары қолдан келгенше көмектесті. Бірақ Нұрланның өзі отбасылы еді. Кенже қызының оқу ақысы бар. Қызы әкесінің дәрі-дәрмерін алып беріп жүріп, бір күні жылап жіберді. Әке, неге бұлай болды? Қайрат оның көз жасын көріп, өзін кінәлі сезінді. Жылама, қызым. Мен сіздің осылай болғаныңызды қаламаймын. Мен де қаламадым. Сіз анамды неге жалғыз қалдырдыңыз? Қайрат жауап бере алмады. Қызы әкесінің қолын ұстап. Анам сіз үшін күнде дұға етеді. Бұл сөз Қайраттың жанын ауыртты. Ол не деп дұға етеді? Балаларының әкесі аман болсын дейді. Қайраттың көзінен жас ақты. Ол бетін бұрып әкетті. Күләш оған ештеңе айтпаса да дұға етіп жүрген еді. Ол кезде Қайраттың түсінгені бір ғана нәрсе болды. Адамның шынайы байлығы оның есеп шотындағы ақша емес. Адам қиналған кезде оны кім іздейді? Байлық сол. Құлаған кезде кім қолынан ұстайды? Байлық сол. Ауруханада жатқанда кім түнін бөріп қасында отырады? Байлық сол. Ал ол осы байлықтың бәрін өз қолымен жоғалтып алған. Бір айдан кейін Қайрат ауруханадан шығуға дайындалды. Күләш оны үйіне алып кетуге келді. Қайрат таң қалды. Мен өз үйіме барам ба? Иә. Балалар мені қайда апармақ? Өз үйіңе. Ал сен? Күләш үндемей тұрды. Мен де сондамын. Қайрат оның көзіне қарады. Неге? Себебі ол үйде сенің балаларың бар. Ал менше? Күләш ауыр күрсінді. Сен де сол үйдің бір бөлшеуісің. Қайрат көзін жұмды. Үйдің табалдырығын аттаған кезде оның жүрегі ерекше соқты. Бұрынғы үй, бірақ бәрі өзгергендей. Қабырғадағы суреттер, ескі диван, ас үйдегі ыдыстар, бұрышта тұрған Күләштің тігін машинасы. Ол баяу жүріп қонақ бөлмеге кірді. Қабырғада отбасының 20 жыл бұрын түскен суреті тұр екен. Суретте Қайрат жас, Күләш жас, балалар кішкентай, бәрі күліп тұр. Қайрат суретті қолын алды, ұзақ қарады. Біз бақытты болған екенбіз ғой. Күләш ас үйден. Иә, болғанбыз, деді. Қайрат бұрылып. Неге мен оны көрмедім? Күләш оған жауап бермеді. Өйткені кейбір сұрақтардың жауабы тым ауыр болады. Сол түні Қайрат ұйықтай алмады. Күләш оған бөлек бөлме дайындап берген. Ол төсекте жатып төбедегі көлеңгелерге қарады. Бір кезде ас үйден дыбыс естілді. Күләш дәрі-дәрмектерін реттеп отыр екен. Қайрат орнынан тұрып есік алдына келді. Ұйықтамадың ба? Дәрілерінді таңертеңге дайындап жатырмын. Күләш. Иә. Мен саған бір өтініш айтайын. Айт. Мені қайтадан күйеуің ретінде қабылдамасан да, адам ретінде кешірші. Күләштің қолы тоқтады. Ол бірнеше секунд үнсіз отырды. Мен сені баяғыда кешірдім. Онда неге қайта қосылмаймыз? Күләш басын көтерді. Себебі жүрекке жасалған жара бір күнде жазылмайды. Қайрат үнсіз қалды. Сен маған бұрынғы ерім болып қайтуды сұрама, деді Күләш. Алдымен өзім бұрынғы Қайрат болмай қалуым керек. Бұл сөз Қайратқа ауыр тигенімен шындық еді. Ол басын изеді. Мен күтемін. Күләш. Нені? Сенің қайтадан маған сенетін күніңді. Күләш көзін төмен салды.
Сенім сұрап алынбайды, еңбекпен қайтарылады. Қайрат сол түні алғаш рет ештеңе талап етпей ұйықтады. Ол енді өміріндегі ең маңызды нәрсені түсіне бастаған еді. Кейде Алла адамды жазалау үшін емес, ояту үшін сынақ жібереді. Ал Қайраттың оянатын кезі енді ғана келген еді. Бірақ оның алдында әлі бір үлкен сынақ тұрды. Ол сынақтың аты Күләштің жүрегін қайта жараламау еді. Қайрат ауруханадан шыққалы бері бірнеше ай өтті. Ол бұрынғыдай жүре алмайтын. Кей күндері денесі сырқырап, түнде ұйқысы қашатын. Бірақ оның ең үлкен ауыртпалығы денесінде емес, жүрегінде еді. Күләш оған күн сайын көмектесетін, дәрісін уақытында беріп, тамағын дайындап, қажет болса дәрігерге апаратын. Бірақ бұрынғыдай ерлі-зайыпты болып сөйлеспейтін. Қайрат мұны түсінетін. Ол Күләштен ештеңе талап етпеуге тырысты. Бір күні кешке Күләш ауылда гүлдерге су құйып жүрді. Қайрат орындықта үнсіз отырған. «Күләш», деді ол ақырын. «Иә, сен бақыттысың ба?» Күләш қолындағы құмыраны жерге қойды. «Неге сұрадың?» «Өйткені мен сенің бақытыңды өз қолыммен бұздым». Күләш біраз үнсіз тұрды. «Бақытты болу үшін өткенді қайта-қайта еске ала берудің қажеті жоқ. Ал менің өкінішім ше? Өкініш адамды жақсы жаққа өзгертсе, оның да пайдасы бар». Қайрат басын изеді. «Мен бұрын сенің қасында жүргенде өзімді бай адаммын деп ойладым». «Сен бай едің?» Бірақ соны түсінбедім». Күләш оған қарады. «Адам кейде қолындағының қадірін жоғалтқанда ғана біледі». Осы сөзден кейін екеуі ұзақ үнсіз отырды. Сол түні Қайрат балаларын жинап, маңызды әңгіме айтты. «Мен сендерден кешірім сұраймын». Нұрлан әкесіне қарады. «Біз сізді кешірдік, әке. Бірақ мен анана жасағанымды ақтай алмаймын». Кенже қызының көзіне жас келді. «Ең бастысы, енді оны ренжітпеңіз». Қайрат басын изеді. «Енді өмірімнің қалған бөлігін соған дәлелдеумен өткіземін». Бірақ тағдыр Қайратқа тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Бір күні таңертең Күләш ас үйде жүргенде, кенеттен басы айналып жерге құлап түсті. «Апа!» деп қызы айқайлап жіберді. Қайрат та орнынан тұруға асықты. Күләш. Ол әйелінің қасына жеткенше жүрегі аузына тығылды. Жедел жәрдем шақырылды. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер оны бірден тексеруге алды. Қайрат дәлізде жалғыз қалды. Қолдары дірілдеп тұрды. Бір кезде дәрігер шықты. «Жағдайы күрделі. Қосымша тексеру қажет». Қайрат қабырғаға сүйенді. Ол сол сәтте бір ғана нәрсені түсінді. Күләштің жанында өткізген әрбір күні оның өміріндегі ең үлкен нығмет екен. Ол көзін жұмып, «Я Алла», деді. «Маған екінші мүмкіндік бердің. Енді оны жоғалтып алудан қорқамын». Дәлізде үнсіз отырған Қайраттың жүрегінде бір ғана тілек қалды. Ақша да емес, байлық та емес, жас әйелде емес. Тек Күләштің амандығы. Себебі ол ақыры шынайы байлықтың не екенін түсінген еді. Жаның қиналғанда қасымнан кетпейтін адам өмірдегі ең үлкен сый. Ал Қайрат сол сыйдың қадірін тым кеш түсінген болатын. Аурухана дәлізіндегі сағат тым тықылы Қайратқа бұрынғыдан да қатты естіліп тұрды. Әр минут бір сағаттай сезілді. Дәрігерлер Күләшті тексеріп жатқан, ал Қайрат есік алдында үнсіз отырды. Қолын бір-біріне қысып, басын төмен салған. Осы сәтте ол өмірінде алғаш рет ештеңені сатып ала алмайтынын түсінді. Ақша болса да, дәрігердің шешімін өзгерте алмайды. Байлық болса да, тағдырмен саудаласа алмайды. Адамның қолынан келетіні дұға ету ғана. «Я Алла», деді ол сыбырлап. «Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Бірақ енді маған берілген нығметтің қадірін білуге мүмкіндік бер». Бір кезде есік ашылып, дәрігер шықты. Қайрат орнынан атып тұрды. «Қалай?» «Қазір жағдайы тұрақты, бірақ біраз уақыт бақылауда болады». Қайраттың иығы босап кетті. «Көруге бола ма?» «Аз уақытқа». Ол палатаға кіргенде Күләш көзін ашып жатты. «Қайрат, мен мұндамын. Балалар қайда?» «Олар да осында. Бәрі сені күтіп жүр». Күләш жымиып, «Қорқып кеттің бе?» Қайраттың көзінен жас шықты. Өте қатты. «Неге жылап тұрсың?
Сені жоғалтып алудан қорықтым. Күләш оған ұзақ қарады. Адам кейде жоғалтудың алдында ғанан қадірін түсінеді. Қайрат оның қолын абайлап ұстады. Енді сені ренжіткім келмейді. Онда өткенді қайталама. Қайталамаймын. Күләш көзін жұмды. Маған бір нәрсе уәде бер. Айт. Балаларымыздың бір-бірінен алыстап кетуіне жол берме. Қайрат басын изеді. Уәде беремін. Күләш бірнеше күннен кейін үйге шықты. Қайрат оны бұрынғыдан да мұқият күтті. Таңертең шайын өзі дайындайтын, дәрілерін уақытында беретін, аулада ауыр жұмысты өзі істейтін. Бір күні Нұрлан әкесін сырттан көріп, «Әке, сіз қатты өзгердіңіз» деді. Қайрат жымиып, «Кейбір адамдар өзгеру үшін жылдар бойы ақыл айтуды күтеді, ал кейбіріне бір ғана ауыр сынақ жеткілікті». «Анам бақытты ма?» Қайрат анасына қарап, «Білмеймін, бірақ мен оның қайтадан мұңаймау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын». Нұрлан әкесінің иығынан қақты. Сол жеткілікті. Арада уақыт өтті. Қайрат енді Айсұлуды мүлде іздемейтін. Бір күні оған Айсұлудан хабар келді. «Қайрат, сөйлесуің керек. Кездесейік». Қайрат ұзақ қарап отырды. Бұрынғы Қайрат болса бірден барар еді, бірақ ол телефонды жауып қойды. Сол сәтте Күләш бөлмеге кірді. «Кім еді?» Қайрат жасырмады. «Айсұлу». Күләш үнсіз қалды. «Не деді?» «Кездескісі келеді». «Барасың ба?» Қайрат әйеліне қарады. «Жоқ». «Неге?» «Өйткені менің өткен өміріме қайта оралуға ниетім жоқ». Күләштің жүзінде әлсіз ғана күлкі пайда болды. Бұл Қайраттың өзгергеніне алғаш рет сенген сәт еді. Сол кеште екеуі алдада бірге отырды. Күн батып бара жатты. Қайрат жай ғана: «Күләш, мен сенен ештеңе күтпеймін. Бірақ өмірімнің қалған бөлігін саған деген құрметпен өткізгім келеді». Күләш оған қарады. «Онда бүгіннен баста». «Неден?» «Шүкір етуден». Қайрат жымиып: «Аллаға шүкір». Күләш те ақырым: «Шүкір». Екеуі үнсіз күннің батқанын тамашалады. Қайрат сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Адам кейде бақытты алыстан іздейді, ал шын бақыты өз үйінің төрінде, қасында үнсіз жүрген адам болып отырады. Оны түсіну үшін Қайратқа көп жыл, үлкен қателік және ауыр сынақ қажет болды. Бірақ ең бастысы, ол ақыры түсінді. Күләш ауруханадан шыққаннан кейін арада бірнеше ай өтті. Оның денсаулығы біртіндеп түзеле бастады. Қайрат бұрынғыдан да мұқият болып кетті. Күләш ауыр зат көтерсе, «Қой, мен істеймін» дейтін. Күләш күліп, «Бұрын үйдегі барлық жұмысты маған істетіп қоятын едің». Қайрат басын төмен салып, «Бұрын көп нәрсені түсінбеппін». Осылайша олардың үйінде бұрын жоғалған тыныштық қайта орнай бастады. Бірақ Қайрат Күләштің жүрегінде қалған жараның бір күнде жазылмайтынын білетін. Сондықтан ол енді сөзбен емес, әрекетімен дәлелдеуге тырысты. Балалар да әкесінің өзгергенін көріп, біртіндеп оған деген реніштерін ұмытты. Бір күні Нұрлан әкесіне: «Әке, сізге бір сұрақ қояйыншы?» «Қоя бер». «Егер уақытты кері қайтара алсаңыз, не істер едіңіз?» Қайрат біраз ойланып қалды. Күләштің қолынан ұстап, оған: «Сенің қадіріңді білемін» дер едім. «Ал 24 жас кіші әйелді алар ма едіңіз?» Қайрат ауыр күрсінді. «Жоқ. Бірақ мәселе оның жасында ғана емес, балам». Нұрлан үнсіз тыңдады. Адам кейде өз өміріндегі бар нәрсеге көңілі толмай, бақытты сырттан іздейді. Мен де сол қателікті жасадым. Мен жас әйел алсам, өмірім өзгереді деп ойладым. Бірақ адамның ішіндегі қанағатсыздықты ешқандай адам, ешқандай дүние толтыра алмайды». Нұрлан әкесіне ұзақ қарады. «Ең бастысы, сіз оны түсіндіңіз». Қайрат басын изеді. «Иә, бірақ тым қымбат бағамен түсіндім». Бірнеше жылдан кейін Қайрат пен Күләш немерелерінің ортасында отыратын болды. Үйге балашаға жиналған күндері Күләштің жүзі ерекше жадырайтын. Қайрат немерелерін кезек-кезек құшағына алып: «Атаң сендер үшін бір нәрсені түсінді» дейтін. «Нені?» деп сұрайтын балалар. «Адамның ең үлкен байлығы ақшасы емес». «Онда не?» Қайрат Күләшқа қарап: «Қасында адал адамдардың болғаны». Күләш күлімсіреп: «Балаларға өзіңнің қателігіңді көп айта берме». «Неге?»
Қателіктен сабақ алғаныңды айт. Қайрат басын изеді. Дұрыс айтасың. Ол Күләшқа қарап отырып, бір кезде өзі сүйген жас әйелдің бейнесін есіне алды. Айсұлу. Ол кезде Қайрат жастыққа, әдемілікке, жаңа өмірге қызыққан еді. Бірақ уақыт бәрін өз орнына қойды. Жастық өтті, сұлулық өзгерді, ақша азайды, денсаулық сыр берді. Ал қиын күндерде жанында қалған Күләш қана еді. Сонда Қайрат жүрегінен: «Уа Алла, мен бар байлықтың ең үлкенін кеш таныдым» деп шүкір айтты. Бір күні Күләш екеуі ауылда шай ішіп отырды. Күн ұясына батып бара жатқан. Аспан қызғылт түске боялған. Қайрат әйелінің қолын ақырын ұстады. Күләш: «Иә, мен саған өмірімде қанша рет рахмет айтуым керек екенін білмеймін». «Рахметімнің қажеті жоқ». «Бар». «Не үшін?» «Мені ең қиын кезінде тастап кетпегенім үшін». Күләш біраз үнсіз отырды. «Мен сен емес, өз жүрегімді таңдадым. Кекпен өмір сүргім келмеді». Қайраттың көзінен жас шықты. «Сен менен де жақсырақ таныған екенсің». Күләш күлімсіреді. «Адамды 29 жыл бірге тұрсаң, танымау мүмкін емес». Екеуі үнсіз отырды. Сол сәтте Қайраттың жүрегінде ерекше тыныштық орнады. Ол бұрынғыдай ештеңеге асықпайтын, ешкіммен өзін салыстырмайтын, байлықтың соңынан қуаламайтын, өзінде барына риза болатын, таң сайын оянғанда Аллаға шүкір дейтін, кешке ұйықтар алдында бүгінгі күнімізге шүкір дейтін. Балаларының амандығына шүкір, немерелерінің күлкісіне шүкір, денсаулығының түзелгеніне шүкір. Ал ең бастысы, өмірінің соңғы кезеңінде жүрегінің қайтадан тыныштық тапқанына шүкір. Жылдар өте келе Қайраттың денсаулығы қайтадан әлсірей бастады. Бір күні ол төсекте жатып, Күләшті қасына шақырды. «Күләш, не болды? Сенің алдында бір арманым бар». «Қандай?» «Өмірден кеткенде, сенің көңіліңде мен туралы жаман сөз қалмас екен». Күләштің көзіне жас келді. «Ондай сөз қалмайды». «Шын айтасың ба?» «Шын». Қайрат көзін жұмды. «Онда мен тынышпын». Күләш оның қолын қысты. «Бірақ сен әлі ешқайда кетпейсің». Қайрат күлімсіреді. Сол түні ол ұзақ дұға етті. Өзінің қателіктері үшін кешірім сұрады. Балаларына амандық тіледі. Күләшке ұзақ ғұмыр тіледі. Соңында: «Раббым, бергеніңе шүкір. Алмағаным үшін де шүкір. Кейбір нәрсені неге бермегеніңді кейін түсіндім. Кейбір нәрсені неге алып қойғанымды да кейін түсіндім. Маған ең бастысы қанағат пен шүкірді үйреткеніңе мың шүкір» деді. Күләш үнсіз жылап отырды. Қайрат оның қолын қысып: «Жылама. Жыламайын десем де, сен мені тым көп жыл көтердім. Біз бір-бірімізді көтердік». Қайрат жымиып: «Мүмкін, сол себепті тағдыр бізді қайтадан бір шамырақтың астына әкелген шығар». Осы оқиғадан кейін Қайраттың отбасы бір нәрсені ешқашан ұмытпады. Адамның бақыты жастықта емес, бақыт байлықта емес, бақыт сыртқы сұлулықта емес, бақыт қиындық келгенде қасынан кетпейтін адамның қадірін білу. Қайрат өзінен 24 жас кіші әйелге үйленгенде өмірін өзгертем деп ойлады. Бірақ өмір оған басқа шындықты көрсетті. Ол жаңа әйелінен іздеген бақытын жоғалтып алды, ал бұрыннан жанында тұрған адамның қадірін қайта тапты. Сондықтан оның соңғы жылдарындағы ең жиі айтатын сөзі бір-ақ ауыз болды: «Барымызға шүкір, қасымыздағы адамға шүкір, бүгінгі күнге шүкір». Өйткені адам өміріндегі ең қымбат нығметтердің кейбірін ақшаға сатып ала алмайды. Оларды тек қадірлеуге болады. Ал қадірін жоғалтпай тұрып білу нағыз бақыт.